Армысыздар, эфирде тәулік тынысы. Студияда Нұрбек Қасым. Коронавирусқа қарсы вакцинацияның қазіргі қарқыны кезінде қалыпты өмірге оралуға әлі 7 жыл керек. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында Ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаев айтты. Жиын барысында індет кезінде кешеуілдеп қалған ел экономикасының сан саласы сөз болды. Ұлттық банк төрағасының айтуынша әлемнің ірі экономикаларында вакцинация деңгейі айтарлықтай төмен. Мәселен, Ұлыбританияда 20,2, Америка құрама штаттарында 10,9%, Евроодақта 2,9% ғана. Көптеген дамушы елдер әлі вакцина егуді бастаған да жоқ. Коронавирусқа қарсы вакцина егудің басталуына байланысты оптимизмге қарамастан 2021 жылдың алғашқы айында әлі де жоғарғы белгісіздіктер сақталады. Вирустың жаңа штаммының тарауымен бірқатар елдерде вакциналық протекционизмнің күшеюі әлемдік экономиканың қалпына келу қарқынын тежеуде. Вакциналардың өндірісі мен бөліну біркелкі жүргізілмейді. Вакцинация қарқыны бойынша Израиль алдыңғы қатарларға ел болып табылуда. Онда халықтың 42,8% вакцинаның бір және одан әлі көп дозасын алды. 2021 жылдың бірінші тоқсанында кәсіпорындардың экономикалық белсенділігі әлсіз өседі. Бас банкердің айтуынша сұраныстың қалпына келуі және дайын өнім бағасы өсуінің жылдамдауы кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемелердің төмендеуі байқалады. Қазақстанда іскерлік белсенділік, өнеркәсіптік іскерлік белсенділікті баялауы және қызмет көрсету саласындағы іскерлік белсенділікті баялауы есебінен 49 тармақтан 48,4 тармаққа дейін 2 ай қатарынан төмендеді. Құрылыс 10 көрсеткішке шықты. Ұлттық банк 2020 жылғы 4 тоқсанында кәсіпорындарға жүргізген мониторинг инвестициялық белсенділік пен өндіріс көлемін төмендеуіне байланысты нақты сектордағы экономикалық белсенділіктің төмен қарқынын сақталуын көрсетуде. Үкімет отырысында 2021 жылғы егіс науқанына дайындық бойынша жоспарлы жұмыстар айтылды. Болжамды құрылымға сүйенсек, жалпы егіс алаңы 86,4 мың гектарға ұлғайып, 22,7 миллион гектарды құрайтын болады. Майлы азықтық және көкөніс бақша дақылдарының, сондай-ақ қарақұмық және қант қызылшасы сияқты әлеуметтік дақылдардың алаңдарын ұлғайту жоспарлануда. Сонымен қатар бидай, күріш және мақта сияқты дара дақылдар мен ылғалды көп қажет ететін дақылдар егілетін алқаптар қысқартылатын болады. Көктемгі дала жұмыстарын уақытылы жүргізу мақсатында агроөнеркәсіптік кешен субъектілері 70 миллиард теңге сомасында жеңілдетілген кредитпен 379,8 мың тонна көлемінде арзандатылған жанар-жағармай материалдармен қамтамасыз етілетін болады. Ол нарықтық бағадан 11%-ға арзан болады. Елімізде 2021 жылы түрлі бағыттар бойынша 79 инвестициялық жобаны іске асыру көзделіп отыр. Бұдан бұрын хабарланғандай, 7 ірі экожүйе құру жөніндегі тапсырмаға сәйкес солтүстік Қазақстан облысында қуаты 300 мың тонна болатын дәнді дақылдар, Ақмола облысында қуаты 200 мың тонна болатын майлы дақылдар, Ақтөбе облысында 20 мың тонна, Алматы облысында 15 мың тонна болатын ет өндіретін және өңдейтін экожүйелер құру жөніндегі инвестициялық жобалар іске асырылатын болады. Уатқан Қабылтайұлы, Дәурен Наурызбай, СТВ телеарнасы. Елордадағы ұлттық академиялық кітапханада Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаевтың қатысуымен азаттық жолындағы ақтаңдақтар, ашаршылық зардаптарына шынайы тарихи көзқарас тақырыбына арналған дөңгелек үстел өтті. Іс-шара барысында отандық және шетелдік белгілі ғалымдар қазақ даласындағы ашаршылықтың зардабы, себебі мен салдары туралы пікір білдіріп, осы бағыттағы мәселелерді кеңінен талқылады. Мәулен Әшімбаев өз сөзінде ашаршылық тақырыбын саясиландырмай, оған ғылыми тұрғыдан қараудың маңызды екенін атап өтті. Жалпы ашаршылық кеңес үкіметі кезінде жабық тақырыптардың бірі болды. Тек тәуелсіздіктің арқасында елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен тарихымыздағы ақтаңдақтар мемлекеттік деңгейде көтеріле бастады. Бұл бір отбасының ғана емес, сол кездегі тұтас халықтың басына түскен алапат қасірет екені сөзсіз. Осындай азалы жылдарда құрбан болған бабалар рухына тағзым ету біздің перзенттік борышымыз. Осы орайда ашаршылық тақырыбын көтеру бізге не үшін қажет деген заңды сұрақ туындайды. Бұл ең алдымен қастерлі тәуелсіздігімізді нығайту үшін керек. Ал тәуелсіздікті қадірлеу, ұлықтау
төл тарихымызды және оның шешуші кезеңдерін терең танудан басталады. Ал ортақ тарихи таным біртұтас ұлттық сананы қалыптастыруға ықпал етеді. Бұл түптеп келгенде мемлекеттігімізді және тәуелсіздігімізді күшейтетін шешуші фактор екені сөзсіз. Президентіміздің бұл мәселені көтеруінің негізгі мән-маңызы да осында жатыр. Сондай-ақ ол объективті ғылыми қорытынды жасау үшін сол кездегі кеңестік жүйені толық қамту керектігін және сол тұстағы большевиктік биліктің мақсаты, жоспары қандай болды, оны қалай жүзеге асырды, қандай қателіктер жасады деген сауалдарға нақты жауап іздеу керектігін тілге тиек етті. Қазақстанмен қоса Украина, Беларусь, Молдова, Ресейдің бірнеше аймағы, оның ішінде Еділ бойы, Солтүстік Кавказ халқы аштыққа ұшырады. Ғалымдардың мәліметіне сүйенсек, 30 жылдардағы аштықта Кеңес одағында 7 миллионнан астам адам көз жұмған. Осы тұрғыдан алғанда аштықты белгілі бір ұлтқа қарата жасалған қылмыс деп айтуға келмейтін шығар. Бұл ең алдымен сол кездегі билік жүйесінің қате саясатының ауыр салдары. Сондықтан ашаршылық тек қазақ халқының ғана басына түскен нәубет емес, бұл барша адамзаттың алапат гуманитарлық қасіреті деп айтуға болады. Каспий құбыр желісі консорциумы акционерлік қоғамының бас директоры Николай Горбань Қазақстаннан қанша көлемде мұнай экспортталатынын айтып берді. Айта кетсек, Каспий құбыр желісі консорциумы Батыс Қазақстаннан мұнайды Қара теңіздегі теңіз терминалы арқылы әлемдік нарықтарға жеткізетін негізгі экспорттық құбыр. Ол Қазақстаннан мұнай экспортын ұйымдастыру жүйесінде маңызды стратегиялық позицияға ие. Каспий құбыр консорциумы Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің бастамасымен Батыс Қазақстан кен орындары мен Каспий теңізінде орналасқан бір қатар ресейлік кеніштерден мұнай тасымалдау үшін құрылған. Неуклонная поддержка. Жоба Қазақстан мен Ресейдегі жоғарғы мемлекеттік деңгейде қалтқысыз қолдауға ие болды. Ал 1996 жылы акционерлер келісімге қол қойды. Қазақстанда теңіз, қарашығанақ және тағы басқа кен орындарын өңдейтін, сондай-ақ жұмыс істейтін ірі мұнай өндіруші компаниялардың барлығы дерлік акционерлер қатарына кіреді. 2020 жылдың соңында консорциумның теңіз терминалында 59 миллион тоннадан астам мұнай қабылданып жөнелтілді. Оның 51,7 миллион тоннасы қазақстандық жүк жөнелтушілердің үлесінде. Өкінішке қарай, бұл жоспардан шамамен 7 миллионға тоннаға аз. Яғни біз жоспардың 89,8% ғана орындадық. 572 танкер жөнелттік. Құбырдың ұзындығы 1,5 мың шақырымды құрайды. 15 мұнай айдау стансасынан, сондай-ақ Қара теңіз жағалауындағы қашықтықтан айлақ құралдары бар теңіз терминалынан тұрады. Өткен тәулікте Қазақстанда коронавирустық инфекцияның 686 жаңа жағдайы тіркелді. Бұл туралы COVID-19 індетін таратпау жөніндегі ведомствоаралық комиссияның есебінде айтылған. Осы уақыт ішінде республикада 1289 адам коронавирустық инфекциядан қалпына келді. Қазіргі уақытта елде барлығы 203.259 жағдай расталды. 186.494 адам COVID-19-дан қалпына келді. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше Қазақстанда бір тәулік ішінде коронавирустық пневмонияның 6 жаңа жағдайы анықталды. 2020 жылдың 1 тамызынан бастап 48.700 қазақстандық пневмониямен ауырды. Аурудан 39.478 адам емделді. 602 науқас қайтыс болды. Денсаулық сақтау министрлігі 16 ақпандағы эпидемиологиялық ахуалды бағалау матрицасына сәйкес Қазақстанның бір облысы ғана қызыл аймақта қалған. Ол Павлодар облысы. Сары аймақтан Нұр-Сұлтан қаласы, Ақмола, Қостанай, Солтүстік Қазақстан және Батыс Қазақстан облыстары бар. Қалған өңірлердің бәрі жасыл аймақта. Жалпы Қазақстан коронавирустық таралу қаупі жағынан жасыл аймақта тұр. Еске салсақ, бұған дейін Қазақстан Республикасы бас мемлекеттік санитарлық дәрігері Ерлан Қиясовтың карантин шараларын жеңілдету туралы жаңа қаулысы жарияланған болатын. Қаулы ережелеріне сәйкес, жасыл аймақтағы өңірлерде мешіттерге жұрттың жиналуына, сонымен қатар мектеп асханаларының жұмысына рұқсат берілді. Қызылорда облысында өткен жылы коронавируспен күрескен 16.035 медицина қызметкеріне 3 миллиард теңге үстемақы төленген. Ал биыл қаңтар айында 1060 денсаулық саласының мамандары 152.007 миллион теңге алды. Бұл ретте ақ халатты абзал жандарға президент тапсырмасына сәйкес 3 категория бойынша арнайы қаржылық үстемақы берілген. Басым бөлігі сүзгі бөлімшелері мен мобильді топ қызметкерлері екен. Біріншісі өте жоғары топ, яғни коронавирусы бар пациенттерге медициналық көмек көрсету үшін анықталған реанимация бөлімшелері мен басқа да стационарларды қоса алғанда инфекциялық стационарлардың дәрігерлері.
орта және кіші медицина қызметкерлер жатады. Тиісінше оларға 850 мың теңгеден үстемақы төленді. Екінші тәуекел тобына провизорлық стационарлардың дәрігерлері, орта және кіші медицина қызметкерлері, жедел медициналық жәрдем, оның ішінде амбулаториялық емханалық ұйымдар жанындағы дәрігерлер мен фельдшерлер, сондай-ақ олар тартылған жағдайда санитарлық авиацияның дәрігерлері мен орта медицина қызметкерлері жатады. Елордада салынып жатқан биік қабатты үйдің төбесіне кран мен сиырдың шығарылуына қатысты оқиғаның мән-жайы анықталды. Нұрсұлтан қалалық полиция департаментінің мәліметінше, мониторинг жүргізу барысында елордалық полицейлер сиырды мұнара кранымен көтеру фактісін анықтады. Оқиға 15 ақпан күні сағат 11:30-да Нәжімеден көшесінде салынып жатқан тұрғын үй кешенінде болған. Аталған факті бойынша тексеру жүргізілуде. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шара қолданылатын болады. Салынып жатқан аталған құрылыс учаскесінің бастығы Олжас Есенналин сиырды құрбандыққа шалып, етін мұқтаж адамдарға таратпақ болғандықтарын айтады. Хотел бы принести извинения обществу. Осы оқиғаға қатысты қоғамнан кешірім сұраймын. Ниетіміз адал, бұл құрбандық болатын. Етін аз қамтылған отбасыларға таратпақ едік. Алматы облысында иттерге арналған ұяшықта ер адам есірткі сақтаған. Есірткі бизнесіне қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері Фокс атты иттің көмегімен 18 қарасора мен марихуана пакетін тапты. Ұсталғанның айтуынша, ол 3 килограммнан астам қарасора мен 203,8 грамм марихуананы жеке пайдалану үшін сақтаған екен. Қазақстан Республикасының кодексінің 296 бабы 3 бөлігі есірткі құралдарын, психотроптық заттарды ірі мөлшерде заңсыз дайындау, қайта өңдеу, сатып алу, сақтау, тасымалдау бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Істің басқа да егжей-тегжейлері анықталуда. Алматыда 41 экологиялық автобус жолға шықты. Осылайша мегаполистің қоғамдық көлік паркін көгілдір отынмен жүретін жаңа автобустар толықтырды. Сыйымдылығы 90 адамға арналған 3 есікті 12 метрлік жаңа автобустарда мүмкіндік шектеулі азаматтарға арналған жылжымалы платформа бар. Автобустар бейнебақылау, жолаушы ағынын есептейтін автоматты жүйе және жүргізушінің жағдайын бақылайтын датчикпен жабдықталған. Қала әкімі Бақытжан Сағынтаев коммуналдық және қоғамдық көліктерді жүйелі жаңарту және экологиялық таза отынға көшіру, қаланың экологиясын жақсарту және жолаушылар тасымалы сапасын арттыру мақсатында жүзеге асырылатынын айтуда. Сондықтан Алматыда Электротранс коммуналдық автопаркі барлығы 150 автобус жеткізуге келісімшарт жасады. Енді қалған 109-ы жақын арада келеді. Сондай-ақ жеке тасымалдаушылар 83 автобус, соның ішінде 38 электробус сатып алуды жоспарлап отыр. Осылайша биыл жолаушылар тасымалы паркі 233 экологиялық таза көлікпен жаңартылады. Жалпы қалада 20 автобус паркі жұмыс істейді. Онда 147 бағыт бойынша қатынайтын 1940 бірлік автобус бар. Соның ішінде 393 газбен, 14 электроавтобус, 160 троллейбус, сондай-ақ 1000-нан астамы дизель отынмен жүреді. Биылғы жылы қары аз болғандықтан Қазақстан өзендерінің басым бөлігінде су тапшылығы болады. Бұндай алдын ала болжамды бүгін Қазгидромет кәсіпорны бас директорының орынбасары Серік Сайыров мәлімдеді. Бұқтырма су қоймасындағы жағдайға келетін болсақ, Ертістің оң жағалауында орналасқан судың нормасы 46%-ға төмен. Үлбай обадағы қар суының жиыны нормадан 31%-ға төмен. Ал Шар, Тебізгі, Қарабұта, Үлкен Бөкен, Қаракөл Ертістің сол жағалауында орналасқан. Оны білесіздер, қар суының жиналуы 38%-ға жылдағы нормадан төмен. Шетел жаңалықтары. Грецияда соңғы 12 жылдағы ең қатты қар жауды. Ауа райының өзгерісі электр энергиясының ажырауы мен көлік қозғалысына кедергі келтірді. Көптеген тұрғындар өз үйлерінен шыға алмай қалды. Елде бірнеше күн бойы суық тұр. Грецияның солтүстігінде -20-ға дейін суық болды. Қаңтар айында 30 градус ерекше жылы ауа температурасында шомылып жүрген Афинада да қар өтті. Мен мұндайда 10-12 жыл көрмедім. Қар көп. Бізде 50 сантиметрге дейін қар жауады, ал одан әрі кейде 1 метрге дейін. Бірқатар аймақтарда дауыл жел ағаштарды құлатты. Электр қуатының үзілуі Грецияның материгінде, сондай-ақ оның шығыс жағалауындағы аралдарда байқалады. Өрт сөндіру қызметі 6 адамды құтқарған. Кейбір автомобиль жолдары жабылған. Оларда қар жинау техникасы жұмыс істейді. Билік азаматтарды қажетсіз сапарлардан аулақ болуға шақырады. Өңірде суық сәрсенбіге дейін жалғасады. Ол оңтүстік бағытта қозғалады және Жерорта теңізінің Крит аралына жетуі керек.
Перуде 500-ге жуық адам, оның ішінде жоғары лауазымды тұлғалар COVID-19-ға жасырын түрде егілді. Олар қытайлық Sinopharm препаратын қолданды. Бұл ресми вакцинация науқаны басталғанға дейін бірнеше ай бұрын болған. Жанжал экс-президент Мартин Вискараның мойындауынан кейін басталды. Ол және оның әйелі қазан айында коронавирусқа қарсы егілгенін айтты. Содан кейін ол әлі билікте болды. Сонымен бірге, Каэтано Эрдия университетінің әкімшілігі бұрынғы президент те, оның әйелі де Sinopharm вакцинасының клиникалық сынақтарына қатысқан 12 мың еріктінің қатарына кірмегендігін растады. Вискара мен оның әйелінен басқа денсаулық сақтау министрі Пилар Массетти мен сыртқы істер министрі Элизабет Астете вакциналанды. Бұл туралы белгілі болғаннан кейін екі шенеунік отставкаға кетті. Біздің өтпелі үкіметке кірген адамдар мемлекеттік қызметкерлердің міндетін орындамағандығына және министрлер кеңесінің төрағасы мен маған адал болмағанына біз қатты ренжідік және қайғырдық. Перудағы Sinopharm вакцинасының клиникалық сынақтары өткен жылдың қыркүйегінде басталды. Зерттеу жүргізген қызметкерлер үшін Қытай қосымша 3000 дозадан астам мөлшерде жеткізгені белгілі болды. Перудың уақытша президенті Франсиско Сагасидің айтуынша, шенеуніктер ковидке қарсы тұру үшін өздерінің жағдайын пайдаланған. Сонымен бірге Сагаси бұл оқиға Sinopharm компаниясымен келісімшартқа әсер етпейді деп уәде берді. Қаңтар айының басында Перу билігі Қытай вакцинасының 38 миллион дозасын сатып алуға келісім жасады. Ақпан айының басында 300 мың дозаның алғашқы партиясы келіп, елде вакцинация басталды. Бірінші кезеңде медицина қызметкерлеріне егілді. Уақытша президент те екпе алды. Перуде өткен жылдың наурыз айынан бастап 1 миллион 200 мыңнан астам COVID-19 жағдайы анықталды. 44 мыңға жуық адам қайтыс болды. Оның ішінде 300-ден астам дәрігер мен 125 медбике бар. Германия, Чехия мен Австрияның Тироль аймағымен шекараларды жауып тастады. Өйткені онда жұқпалы және өлімге келетін мутацияланған COVID-19 штаммы таралуда. Осыған байланысты Чех тас жолында неміс шекара бекетінің алдында ұзындығы 30 шақырым болатын жүк көліктерінің кезегі пайда болды. Германия үкіметі бұл шешім уақытша және мәжбүрлі деп жариялады. Розенхайм полициясының өкілі бақылау өткізу пункт арқылы кіретін адамдар тобын атады. Оларға теріс ковид сынағы туралы анықтамалар бар азаматтар кіреді. Einreisen dürfen grundsätzlich deutsche Staatsangehörige. Елге кіруге мутацияланған вирус таралған Тироль аймағынан келген Германия азаматтарына, сондай-ақ Германияда тұрақты тұруға рұқсат етілген жағдайда Австрия азаматтарына рұқсат етіледі. Тиісті құжаттары бар және Германияда тұратын үшінші елдердің азаматтары да кіре алады. Сонымен қатар жүк көліктерінің жүргізушілері мен белгілі бір кәсіптердің өкілдеріне де рұқсат бар. Шектеулерді енгізу Австрияда наразылық тудырды. Елде тауарларды жеткізуде іркілістер басталады деп қорқады және бұл елдің экспортқа бағытталған өнеркәсіп секторына шығын әкеледі. Австрия шекарадағы шектеулерге жол берілмейтінін мәлімдеді. Сонымен қатар Германия елшісі мен неміс сыртқы істер министрін Венаға кеңес алуға шақырды. Бүгінгі келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Студияда болған Нұрбек Қасым, елім заман, жұртымыз тыныш болсын.